Пандемия кезінде Қазақстанда көптеген кәсіпорындардың жұмысы тоқтады. Төтенше жағдай уақытында бірқатар азаматтар жұмыссыз қалды. Осы орайда ел президенті әлеуметтік қолдау көрсетуді тапсырды. Шаһарда коронавирус тараған уақыттан бері халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру үшін игі шаралар қолға алынды. 5000-нан астам тұрмысы төмен алматылық тұрғынның коммуналдық қарызы кешірілді. Олардың берешегін өтеу үшін бюджеттен 80 миллион теңге бөлінген. Көмек те қоғамның әлеуметтік осал тобына жататын тұрғындарға жасалды. Атап айтқанда, екінші дүниежүзілік соғыс пен еңбек майданының ардагерлері, көп балалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі жандар мен мұқтаж зейнеткерлер. Сондай-ақ тізімде атаулы әлеуметтік көмек алатындар мен асыраушысынан айырылған отбасылар да бар. 91 отбасыға тегін газ тартылды. Басым бөлігі көп балалы отбасы, әлеуметтік аз қамтылған және асыраушысынан айырылған отбасылар. Мен жазда акиматқа барып көмек сұрадым, өйткені газ кіргізе алмадық біз. Рахмет үлкен акиматтағы кісілерге бізге газ кіргізіп берді.